Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз бір қамырдан екі түрлі булочки дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ, ерекше болып шығады. Енді қамырымызды жасауға кірісейік. Мен мына жерде жылы су мен жылы сүтімізді араластырып алдым. Үстіне дрожж салып араластырамыз. Оның үстіне қант саламыз, сұйық май құямыз, жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді ұнымызға ванилинімізді қосып аламыз да ситадан өткізіп, ұнымызды салып, қамыр елеп бастаймыз. Қамыр елеп бастағаннан кейін кішкене басы бірігіп бастаған кезде үстіне 6% уксус құямыз, 1,5 қасық. Қамырға ешқандай да дәмі шықпайды, қайта есесіне жаңағы қамырымыз жұмсақ, күшті болып шығады. Оны ешқандай да қорықпаңыздар. Сөйтіп қамыр елеп аламыз. Жұмсақ қамыр. Артық ұн қоспаңыздар, себебі қамырымыз тастай болып қалады. Жақсылап тұрып қамыр елеп аламыз. Сосын оның бетін жауып көтерілдіруге қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз көтеріліп дайын болды. Біз оны екі бөлікке бөліп аламыз да, бір бөлігін алып қоямыз. Ал бір бөлігіне осылай түрпішті етіп жайып, бізге осы жерде 100 грамм бөлме температурасында тұрған май керек болады, сары май. Енді осы түрпішті жайған қамырымыздың ішіне сол майды жағып шығамыз.
Осылай майымызды жақсылап жағып, қазір мынаны қайырып екіге бөктейміз. Бөктеген жерінің бәріне жақсылап тұрып май жағып шығамыз. Және де оны түрпішті етіп боқтаумен жаямыз. Қыздар, енді осы қамырымызды ұзынша етіп кесіп бөліктерге бөліп аламыз. Енді осы қамырды екіге бөктеймізді, жгут етіп орап шығамыз. Осылай орап алғаннан кейін оны жаңа булочканың формасын беріп, домалатып, противеньге салып, көтерілдіруге қойып қоямыз жарты сағатқа. Енді екінші алып қойған қамырымды мен барлығын 85 граммнан өлшеп алдым. Әрқайсысын 85 граммнан өлшеп алдым да, енді бұны домалатып, оны да расстойкаға қоямыз. Жарты сағаттай көтерілу керек. Енді осыны көтерілуге қойған кезде, қыздар, осы қамырды біз жаңағы осы домалақ булочканың бетіне себетін посыпкамызды дайындаймыз. Ал енді, қыздар, посыпка дайындайық. Мына жерде менде ұн бар, үстінде қант салдым, размягченный май салдым және ванилин салдым. Енді осының бәрін әбден араластырып, біз крошка жасаймыз. Крошка жасап болғаннан кейін бір жұмыртқаның сарысын ғана салып, әбден араластырып дайындап аламыз да. Жаңағы дайындап қойған булочкамыздың үстіне жұмыртқаның сарысына 2 қасық сүт қосып жіберіп араластырып, соны жағып шығасыздар. Сүт қосылған жақсы болады, себебі булочка жұмсақ болып шығады. Сосын осы посыпканы соның домалақ булочкаларымыздың үстіне сеуіп шығамыз.
Енді дайын болған булочкаларымызды 170 градусқа салып 25 минут, 20 минут қарайсыздар ғой, пештеріңізге қарай пісіріп аласыздар. Осымен біздің булочкаларымыз жұмсақ, әдемі, ароматный болып дайындалып шықты. Қыздар, міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіздер. Және лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.